Бұл залымыз 12 және 20 ғасыр аралығындағы өлке тарихы экспозициялық залы деп аталады. Осы залдан осы кезеңнің тарихы менен және де тарихи тұлғалары менен таныса аласыздар. Алғашқы экспозициямыз Сұлтан Бейбарысқа арналған. Яны міне бұл алдарыңызда Сұлтан Бейбарыстың майлы бояумен салынған портреті, авторы жергілікті суретшіміз Бақтыгерей Телеубайдың салған портреті болатын. Сұлтан Бейбарыс Еділ Жайық бойының перзенті, Бер шуынан шыққан, Мысыр елінде 17 жыл билеген қолбасшы. Сұлтан Бейбарыс Қыпшақ даласында 1225 жылы дүниеге келген. Моңғол шапқыншылығы кезінде Сирияның Дамас қаласында құлдыққа сатылған болатын. Бірақ та өзінің әскери қабілеті мен дарындылығына байланысты мемлекет жасағына мүше болып, кейін мемлекет әміршісіне дейін өсіп, 1260 жылы аға сұлтан атанып, Египеттің тағына отырған. Египет пен Сирияда уақытша тәртіп орнатады. Оның әскери жорығы ұлы жеңістерге жетті. Сұлтан Бейбарыс 1277 жылы өзінің уәзірі Қыпшақ мәмлүк қалауының қолынан қаза тауып, Дамаскідегі Баб-эль-Барид зиратында жерленген. Міне бұл экспозицияда алдарыңызда Сұлтан Бейбарыстың мәңгілік мекенінің фотосуреті, Дамаскідегі Баб-эль-Барид зиратындағы, және де қазақ КСР-ның халық әртісі Нұрмахан Жантөрин ағамыз Бейбарыстың рөлінде. Солтүстік Африкалық үлгіде күмістен әшекейленіп жасалған мәмлүктер тапаншалары бар экспозицияда. Бұл мәмлүктер тапаншаларын Иманғали Тасмағамбетовке Каирге барған сапарында сыйға табыс еткен болатын. Алдарыңызда экспозицияда Дамаскідегі Бейбарыс сұлтан қабірі, сол Бейбарыс сұлтан қабіріндегі жазу және де Қазақстан Республикасы мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрі осы Сұлтан Бейбарыстың қабірінен тас бөліктерін алу сәтіндегі суреті. Мінекей алдарыңызда осы тастың бөлігі және алтын теңге орналасқан. Сұлтан Бейбарыс қабіріндегі жазулардың аудармасы орын алған экспозициядан. Сонымен қатар алдарыңызда келесі экспозицияда біздің қазіргі әкімшілік ғимарат алаңымыз Сұлтан Бейбарыс алаңы деп аталып, осы жерге 2000 жылы Сұлтан Бейбарыстың туғанына 775 жыл толуына орай Сұлтан Бейбарысқа арнап ескерткіш орнатылған болатын. Міне қазіргі біздің мұражайда экспозицияда Сұлтан Бейбарыстың макеті орналасқан. Жалпы бұл макеті 3 күмбезден тұрады. 3 бұрышты пирамида Мысыр елінің символы ретінде қойылса, күмбезі түркі елінің символы ретінде күмбез орнатылған. Және осы екі күмбездің ортасындағы Сұлтан Бейбарыс ескерткіші осы екі елге де ортақ тұлға екендігін танытады. Авторы Қадыржан Хакимов, сәулетшісі Қадырбай Жарылғасов, салмағы 90 тонна. Әрмен қарай экспозицияда қанжар қынымен біздің мұражайдағы ескі қанжарлардың бірі 1978 жылы мұражайға тапсырылған болатын. Және де тудың ұштығы шамамен 18 ғасырға жатады. Бұл тудың ұштығын атыралық өлкетанушы Вячеслав Константинович Афанасьев Шолпан ата жер астының мешітіне барған кезде табылған болатын. Тудың ұштықтың ортасында Алла Мұхаммед алейхиссалам деген жазулары бар және айналасында дұрыт аяттары жазылған. Әрмен қарай экспозицияда Абылай хан, қазақ ордасының ханы, қоғам мемлекет қайраткері, дарынды дипломат, қажырлы мемлекет қайраткері болған. Бұл жерде өзінің өмір баяны, фотосуреті және де жүзік мөрінің көшірмесі орын алған. Және де Абылай хан туралы жазылған газет материалдардың беттеріне шығарылған Шоқан Уәлихановтың жазған Абылай хан туралы дерегі осы газет бетіне жарияланған. Қаламыздың құрылу тарихы жалпы балық кәсіпшілігімен тығыз байланысты. Міне бұл жерде экспозицияда алдарыңызда халықтың тұрмыс тіршілігінде және балық шаруашылығында қолданылған балық кәсіпшілік құралдары. Яғни бұл алдарыңызда Реюшка желкенді қайғының макеті, үлкен зәкір, үлкен аудың және кішкентай аудың көріністері, балықшылардың кебіс аяқ киімдері, сонымен қатар балықты тасымалдауға арналған шананың шаңғы бөліктері орын алған. Волга бойы казактары Жайық өзені сағасына келіп, өздерінің балық аулау, балық тұздау қоныстарын ұйымдастырып, жатар тұрақ орындарын ұйымдастырады Жайық өзеніне. Міне сол кезден бастап тұрғызылған тұрақтар үйшік атанып кеткен екен. Яғни үйшік дегеніміз бұл түркі сөзінен алынған су астына тартқан решеткаларды білдіреді екен. Яғни сол кезде ол үйшіктерді сымнан да, жиі талдан да, қамыстан да мықтап, тоқып, бекітіп тастайды. Яғни сол кездегі бекіре тұқымдас балықтарды аулау мақсатында жасаған екен. Мінекей бұл жерде алдарыңызда осы үйшікпен балық аулау тәсілі көрсетілген макет. Ал 17 ғасырдың 30 жылдарында Ярославдық сауда көпесі Гурий Назарев өзінің
Баласы Михаил Гурьев осы Жайық өзені сағасына өзінің Жайық қала бекінісін салуға Михаил Федорович патшадан рұқсат қағазын алып, Жайық қала бекінісінің құрылуын бастайды. Жалпы ол қала бекінісі 1647 жылы 6 маусымда басталып, қала 15 жыл бойы 1662 жылға дейін салынған болатын. Яғни бұл қала Жайық қалашығы деп аталынған болатын. Сол кездегі рұқсат қағазында қаланы Астрахань қаласының үлгісінде етіп салу деген жазылған екен. Яны осы қала 15 жыл бойы салынғаннан кейін 1734 жылы ғана қала Гурьев деп аталып, 1865 жылы қала статусын алды. Міне осынша жылдар бойы Гурьев қаласы деп аталып келіп, еліміз тәуелсіздік алғаннан кейінгі облыс тұрғындарының сұранысы бойынша 1992 жылы 21 ақпанда қаланың Гурьев атауы өзгертіліп, Атырау деп аталды. Бұл жерде алдарыңызда экспозициядан осы қаланың тас қамал құрылысы кезіндегі тарихи акті менен 1750 жылғы қаланың жоспары. Келесі экспозицияда 19 ғасырдағы Жайық казак ерінің киімі алдарыңызда, киім көрсетілген. Және де осы Гурьев тас қамалының кірпіш тасы алдарыңызда. Сонымен қатар Гурьевтегі алғашқы көлік, шіркеулеріміз, Никольс шіркеуі, және де қазіргі күнге дейін сақталған Қасиет Успен соборы алдарыңызда суреттерде. Ал келесі экспозициямыз бұл Степан Разин бастаған ұлы шаруалар көтерілісінің тарихыменен жалғасады. Жайық сағасы бойына қазақтар үлкен бүліншілік жасап, осы 1667 жылдың шілдесінен 1668 жылдың наурыз айына дейін созылған Степан Разин бастаған шаруалар көтерілісі туралы осы жерде карта схемалары, тарихи мұрағат деректері орын алған. Жалпы бұл Степан Разиннің осы Гурьев қалашын басып алудағы негізгі мақсаттарының бірі қаламызды басып алып стратегиялық база етпекші болады. Және де осы өйткені біздің қаламызда дәрі-дәрмек, оқ-дәрі өте көп болатын. Міне сол Жайық казактарынан қолдау тапқысы келеді екен. Әрмен қарай келесі экспозициямыз бұл осы Гурьев өңірінде болып өткен тағы да бір аса елеулі оқиғалардың бірі бұл 1773-75 жылдар аралығындағы Емельян Пугачевтың бастауымен болған шаруалар көтерілісі. Жалпы бұл көтеріліс Орал қаласында басталғанымен, оның бір тірегі Гурьев қаласы болды. Императрица 2 Екатерина осы Пугачев атыны халық ойынан біржолата аластату мақсатында Жайық өзенін Орал, Жайық қаласын Орал, Жайық казак орыстарын Орал казак орыстары деп өзгертеді. Келесі экспозицияда алдарыңызда 19 ғасырдың бас кезінде орыс халқы әйелдерінің мереке той күндерімен қатар күнделікті жұмыста да осындай киімнің бірі ретінде киген сарафан көйлегі алдарыңызда. Бұл сарафан көйлегі жалпы күнделікті жұмыста киген және бастан аяқ денесін жауып тұратын болған, атыс матадан, кең лифпен көмкерілген, алтын жіппен кеселеп тігілген және де 14 дана қымбат тастардан түйме орнатылған болатын. Бұл түпнұсқа жалпы сол кездегі сарайшықтағы алма бағын отырғызушылардың бірі Зрячкина Ирина Николаевна киген болатын. Осы киімді келіні қазіргі Атырау қаласындағы номер 22 мектептің мұғалімі 2006 жылы мұражайға тапсырған болатын. Келесі алдарыңызда экспозицияда қазақ батырларының қазақи салт-дәстүрімізде батырларымыздың толық қару-жарақ кешені, яғни ер қару, бес қару түрлері алдарыңызда. Яғни бұл жерде көретіндеріңіз түйреу қаруы, найза, ату құралы, садақ жебесімен, қорғаныс құралы қалқан деп аталатын және кесу құралы қылыш, сонымен қатар шабу құралы, айбалта, соғу құралы шоқпар. Сонымен қатар жоғарғы экспозицияда қазақ жұртының жұдырықтай жұмылдырып басын біріктіруде ұлы жүз Төле би, орта жүз Қаз дауысты Қазбек би және кіші жүз Әйтеке билердің сіңірген зор еңбектері, қажыр қайраты тарихтан да белгілі. Бұл жерде өзіндік таңбаларда орналасқан. Таңбалардың айырмашылығы, яғни ұлы жүзге таяқ беріп малға қой, орта жүзге қалам беріп дауға қой, және кіші жүзге найза беріп жауға қой деп айтқан екен. Әрмен қарай келесі экспозицияда қазақ жауынгерінің үстіне киген темір сауыты және басына киген дуылғасы бұл алдарыңызда түпнұсқа көрсетілген. Сонымен қатар келесі экспозициямызда қару-жарақтар жиынтығы орын алған. Аңшы тапаншасы 20 ғасырдың бірінші жартысындағы мылтық, драгун қылышы және әртүрлі қылыштардың түрлері 19 ғасырға жататын. Бұл қару-жарақтардың жиынтықтары жалпы әр жылдарда осы облыс тұрғындарының музейге әкеліп тапсырғандары. Сонымен қатар келесі экспозицияда қазақ ханның шапанның киімінің көшірмесі, шапан және айыр қалпақ.
Келесі экспозициямызда Әбілқайыр ханның портреті орын алған. Кіші жүздің ханы 1718-1748 жылдар аралығында соғыста өзінің батырлығымен, айлакерлігімен, шабуылдарды ұйымдастыра білуімен аты шыққан Әбілқайыр ханға арналған экспозиция болатын. Өзінің жүзік мөрінің көшірмесі бұл жерде орналасқан экспозициядан. Сонымен қатар 16-17 ғасырларда Моңғолияның батыс аймағынан жоңғар мемлекетінің іргесі қаланған болатын. Бұл тұрған алдарыңызда қалмақтардың сыйыну бұйымдары, Бурхан сыйыну бұйымдары, қалмақ көшпенділері, қалмақ хатондары 18 және 17 ғасырға жататын, және де қалмақ жауынгерінің суреті, карта схемалары сол кездегі орын алған. Келесі экспозицияда Сырым Датұлы арналған экспозициямыз орын алған. Сырым Датұлы Ресей патшасының отарлау саясатына қарсы күрескен кіші жүз қазақтар көтерілісінің көрнекті батыры, әйгілі шешен, атақты батыр, қоғам мемлекет қайраткері. Бұл жерде де алдарыңызда осы Сырым Датұлына арналған әртүрлі мұрағат деректерінің көшірмелері және жүзік мөрінің көшірмесі орын алған. Сонымен қатар Ресейде ең алғаш рет күміс ақша бұл 14-18 ғасырларда пайда болған және оларды түрікше деньга деп атаған екен. Енді бұл келесі алдарыңызда экспозициямыз Әбілқайыр ханның немересі, Нұралы ханның ұлы Бөкей хан 1801 жылы осы Еділ мен Жайық арасындағы 30 жыл бойы иесіз қалған ен даланы мекендеуге Павел бірінші патшадан рұқсат қағазын алып, өзінің әскерлеріменен сол Жайықтың арғы бетіне өтуге рұқсат қағазын алып, өзінің әскерлерімен көшіп, 1801 жылы ішкі ордасы, яғни Бөкей ордасын құрған болатын. Бөкей сұлтан 12 жыл сұлтандық, 3 жыл хандық дәрежеде ел басқарды. 1815 жылы Бөкей хан қайтыс болғаннан кейін, оның орнын уақытша інісі Шығай хан басқарған болатын. Ал 1823 жылдан бастап, осы Бөкей ханның үлкен ұлы Жәңгір хан Бөкей ордасының соңғы әрі үшінші ханы тарихта қалған еді. Алдарыңызда бұл 1832-1929 жылдар аралығында тұрақты хандар жәрмеңкесінде сатып алынған ағаш орындықтары 19 ғасырдағы екі айналар, бұлардың 200 жылдық тарихы бар. Және де 1735-1929 жылдар аралығында шығарылған Ресейдің мыс ақшаларының түрлері экспозицияда орын алған. Ал келесі экспозициямыз осы Жәңгір ханға арналады. Бөкей ордасының соңғы әрі үшінші ханы, Бөкей ханның өзінің әйелі Фатима ханымен түскен ұлы Ғұбайдолла, және де Жәңгір ханның жүзік мөрінің көшірмесі. Жәңгір хан ибн Бөкей хан деп жазылған екен жүзік мөрінде. Жалпы Жәңгір хан өзі хандық еткен кезде халыққа мектеп ашып, сауат ашу негізін қалаған. Ең алғашқы 1826 жылы алғашқы ордада дәрігерлік пункт ашылған, және де 1861 жылы 61 адам оқитын 2 сыныптық, 4 сыныптық училищелер ашылған болатын. Сондай-ақ Жәңгір хан генерал-майор атағын алып, Қазан университетінің құрметті мүшесі де болған. Ал келесі экспозициямыз алдарыңызда Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы бастаған 1836-1838 жылдардағы ұлт-азаттық көтерілістің картасы. Бұл картада шартты белгілермен осы облыс орталықтары, көтеріліс болған жерлері және түрмеде отырған жерлері де, елді мекендері, ескерткіш орнатылған жерлері барлығы да осы картада айқын көрсетілген болатын. Және де қаламыздағы осы Исатай мен Махамбетке арналған ескерткіші де осы картада бейнеленген болатын. Қазақ халқының біртуар дара перзенті Махамбет Өтемісұлы 1803 жылы жалпы дүниеге келген. Бұл экспозициядан осы Махамбет Өтемісұлының жалпы Алматы қаласындағы Ықылас атындағы Республикалық халық аспаптар музейінде сақталған түпнұсқасына қарап, көшірмесі жасалынған болатын. Міне алдарыңызда осы Махамбет Өтемісұлының домбырасының көшірмесі. Осыны жасаған халық аспаптарын жасау шебері Мұса Әділұлы. Батырларымыздың Исатай Тайманұлы және Махамбет батырларымыздың жүзік мөрінің көшірмесі бар экспозицияда. Және де Сартов Жүзбатырдың қайрақ тасы 19 ғасырдағы. Бұл Сартов Жүзбатыр Исатай Тайманұлының туысы. Атадан балаға жеткен ауызша әңгімелер мен деректерге қарағанда, кезінде ұзындығы шамамен 2 метр шамасында болған осы қайрақ таспен Исатай, Махамбет батырларымыз және басқа да батырларымыз бен сарбаздарымыз қылыштарын қайраған деседі. Бұл қайрақтасты 1971 жылы осы Сартов Жүзбатырдың тікелей туысқаны Ақсаным Құттыбаева мұражайға тапсырған болатын. Келесі алдарыңызда экспозицияда Махамбет Өтемісұлының, жалпы Махамбет бабамыздың 200 жылдығы 2000 жылы ЮНЕСКО көлемінде тойланып, осы алдарыңызда сол жылдар шығарылған жебелер жетіге жазылған дискі, қалта сағаты, медальдары және сувенир тарелкасы орын алған экспозициядан.
Осы Махамбет Өтемісұлы бабамыздың зиратын 1958 жылы Құрақ Бектұрханов деген ақсақал көрсеткен болатын. Қазіргі кезде зираты Атырау облысы Индер ауданы Қараой елді мекенінде жерленген, зиратының фотосуреті бар, және Өтемістен туған 10 елдік жайық бершуынан жазылған шежіресі осы экспозициядан орын алған. Келесі экспозициямыз бұл Мақаш Бекмұхаметов Мақаш әкімге арналады. Жалпы осы Бөкей ордасында хандық өкіметі жойылғаннан кейін ел басқару әкімдіктері құрыла бастаған. Белгілі этнограф, ауыз әдебиет үлгілерін жинақтаушы, күйші бұл Мақаш әкім. Бұл жерде Мақаш әкімнің өзінің отбасымен түскен, қызы Зұлпат, қазақтың кенже тұңғыш прокуроры кенже ұлы Шафхат Бекмұхаметовтың суретімен де тамашалай аласыздар. Және де осы Каспий теңізінің 1-ші және 2-ші округтеріне әкім болып тағайындалған Мақаш әкімнің мөрінің көшірмесі бар, ауылнай старшындарының өңір белгілері де орын алған экспозициядан. 12-ші және 20-ші ғасыр аралығындағы өлке тарихы экспозициялық залында саяхатымыз аяқталды.